Бүгін біз атақты партизан, Отан соғысының ардагері, халық қаһарманы Қасым Қайсеновтың 105 жылдығына аңыз адам Қасым Қайсенов атты іс-шараны ұйымдастырып отырмыз. Осы іс-шараға келгендеріңізге көптен алғысымды айтамын. Және бізге мінекей қалалық мұражайдың директоры Ермағанбетова Шынар Ерденқызы, апайымыз келіп отыр, рахмет, көптен көп. Және өзіміздің кітапханамен тығыз байланыс жасап отыратын біздің замандастар клубы Абай атындағы жалпы білім беретін мектептің 8-ші сынып оқушылары. Бүгін біздің кеше ғана медаль болып жүргенсің. Ал енді ата жолын қуып соғысқа бара жатырсың. Аман есен елімізге оралып келдің. Апа, бүгін кісімізге аман есен оралған. Сен де ойла. Сен соғысқа барасың. Кешіріп аман есен оралуға бақа берсін. Ойдалар кім екенін сен миллионнан асты. Яғни олар тек қана Украина жерінде емес, сонымен қатар олар Беларусь жерінде және Еуропаның біраз бөлігінде партизандық жаңағы өздерінің жұмыстарын Ерлерің көп, мен де оның бірімін. Жөні басқа аңыз болған жырмын. Жөні басқа ордың ұзын өткізін, адамзаттан жаратылған бірімін. Сен суына көзі жоқтың күртінде, жалын жанып барады өзің өткінде. Бақ пен сырға көрінген болмағайда, құс шаптырдың астан есінде. Құс басына шыласа. ата аңызға айналған тұлғамыздың тегі шығу керек. Түсініңдер ме, балалар? Сондықтан да біз қазір мына жерден бір-бірден алайық. Шара ұйымдастырылып отыр кітапханамен. Бүгін әрине осы кісінің Ариана Паргалиевна айтып берген ақпаратты кішкене өзімнің білімім бә кішкене ұзарды. Сондықтан балалар осы біздің еліміздің осындай батырлығын, осындай Қайсенов деген кісі, одан тағы осындай атақты ұлы отанға соғысқан адамдар бар.